Әрбір ата-ана білуі керек. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, егер бала ата-анасының немесе заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз тыйым салынған жерлерде жүрсе, онда ол полиция бөліміне жеткізіледі. Баланың заңды өкілі ата-анасы, патронат тәрбиеші, асырап алушылар, қорғаншы немесе қамқоршы, ал өзге туыстары заңды өкілі болып табылмайды. Сағат 22:00-ден таңғы 6-ға дейін баланың түнгі клубтарда, кафе-барларда, мейрамханаларда, компьютерлік клубтарда және де ойын-сауық демалыс қызметтері көрсетілетін өзге де үй-жайларда болуына тыйым салынады. Әкімшілік кодексінің 442 бабы 1 бөліміне сәйкес, кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз ойын-сауық орындарында болуы 3 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. Бұл ретте әкімшілік кодексінің 132 бабына сәйкес өз мекемелеріне жасөспірімдердің болуына жол берген үшін ойын-сауық орындарының иелері де жауапты болады. Сондай-ақ түнгі уақытта кәмелетке толмағандар заңды өкілетсіз 23:00-ден кейін көшеде жүрген үшін полиция бөлімдеріне жиі жеткізіледі. Бұл құқық бұзушылық үшін сізге бірінші рет ескерту беріледі. Алайда қайта құқық бұзушылық болған жағдайда ата-аналарға 7 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Құрметті ата-аналар, сіздің балаңыздың болашағы сіздің қолыңызда.